Сәлеметсіз бе көрермен? Сіздермен мен Назерке Есен. Және де бүгінгі еңбекші жас айдарын мейірбикелердің жұмысымен танысуға арнайтын боламыз. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіз бе? Шынар Серікқызы, иә? Сізбен жақындырақ таныса отырсақ, өзіңіз туралы айта кетсеңіз. Мен Сатыбалды Шынар Серікқызы. Осы Орал қаласында Батыс Қазақстан медициналық жоғары колледжін аяқтадым. Сол оқуды аяқтағаннан бері облыстық көпбейінді аурухананың осы травматология бөлімінде қызмет атқарамын, мейірбике болып. Енді Шынар ханым, кішкентай бала күнгі Шынарға оралайықшы. Ол осындай дәрігер болуды, яғни мейірбике болуды армандады ма, укол сала алатын беді, немесе қызығатын беді, қалай болды жалпы? Мен жалпы мектеп кезінен дәрігер болуды армандағам. Енді дейді ғой, бұтыны аз бал жинап қалып. Бәрібір сол медицина саласы ғой, сонда осы медицина мейірбике болуды аңсадым. Оқуға түсіп, бітірдім. Неше жыл оқып шықтыңыз? 3 жыл оқыдым. 3 жылдық білім алып шықтыңыз, иә? Ары қарай жалғастырып жатырмыз Оренбург медицина университетінде. Яғни жоғарылау білім бар. Бірақ осы жұмысымда ұнайды, мейірбике оған. Халықтың алғысын алғанда күшті сезімде боламыз. Әрине, адамның алғысына жетер сезім жоқ. Тағы да бұл жұмыстың қандай қызықты кездері бар? Дәл осы травматология бөлімінде түрлі, мысалы, сынықпен келеді, жоспарлы шұғыл түрде операциялар болып жатады. Енді бұл бөлім жалпы несімен ерекше? Қандай өзінің қиын тұстары бар? Немесе қызық тұстары бар? Жалпы біз психологта болып келеміз ғой. Әр адамның мінез құлқы дейді, әртүрлі болады. Оларға әр адамға подход табу әртүрлі болады. Біз мейірбикелікпен қоса психологта боламыз. Яғни дәрігерлерден кейін науқастармен тығыз қарым-қатынаста болатын адам сіздер. Енді бұл жерде әрбір науқас сіздің танысыңыздай, жеке бір жақыныңыздай болып кететін шығар, иә? Бізде ұзақ жатқандықтан күнде көріп жатырмыз ғой, енді 10 күн, 15 күн жатады. Жаттап аламыз ғой жолдарды. Байқағандарыңыздай, мен бүгін тағы да осындай мундировкамды киіп алдым. Себебі бұл бөлмеде бұндай арнайы киімсіз, маскасыз кіруге мүлдем тыйым салынады. Өздеріңіз түсінгендей, біз қазір ем-шара бөлмесіндеміз. Шынар, енді өзіңіз бұл бөлме не үшін, қалай жабдықталған, өзіңіз қысқаша түсіндіріп айта кетсеңіз. Бұл біздің ем-шара бөлмеміз. Бұл бірінші қол жуудан бастаймыз. Бұл біздің алғашқы көмек көрсететін дәрі-дәрмектеріміз, дәрігерлердің тағайындауы бойынша бұнда тағайындаулар жүргізіледі, ем-шаралар жүргізіледі. Бұл біздің травматология бөлім болғандықтан, бұнда көбіне травмамен жатқан науқастар, егер де жүре алатын науқас болса, осы кабинетке алып келіп, тағайындауларын жасаймыз, дәрігердің тағайындауларын жасаймыз. Идентификация дейді ғой, яғни науқастың төлқұжатын, барлығын туған жылын, айын, иін барлығын тексеріп, науқастан қазір келетін науқасымыз қан аламыз. Шынар, енді осы жұмысқа келгеніңізге қанша уақыт болды? Жалпы сіздің коллективіңіз туралы не айтасыз? Қалай қарсы алды сізді? Бұл жерде жұмыс қалай ұйымдастырылған? Біздің травматология бөлімінің бөлім меңгерушісі Қайрекен Серік Оразбайұлы және аға мейірбикеміз Молдахметова Жұпар Серіковна. Осы кісілердің қолдауымен, аға буынның қолдауымен осы жұмысқа үйренісіп кеттік. Олардан әлі үйренеріміз де көп. Жылы қарсы алды, барлығын үйретіп, әлі де үйретіп келеді. Ол кісілерге рахметімізді айтамыз. Енді сіз жас мамансыз ғой, жас маман ретінде сізді көбірек жұмсайтын шығар, ол жағы қалай? Ондай болады, бірақ енді әр нәрсе орнымен, бізге тәжірибе болады әр нәрсе. Үйренерім көп дейсіз ғой, жалпы ол кісілердің ізін басып келе жатырсыз. Енді сіздің жұмысыңыз мейірбикелік іс қой. Осы мейірбике үшін қажет қандай үш қасиетті бөліп айтар едіңіз, және мейірбикенің жұмысының ерекшелігі неде жалпы?
Біздің жұмысқа керегі мейірімділік, төзімділік және шыдамдылық. Әр науқасқа біздің таңертең 7:30-нан келгеннен бастап обход жасаймыз жаңағыдай. Әр палатаға кіріп, түнде қалай ұйықтадыңыз? Әр науқасқа біздің жылулығымыз маңызды. Отаға кетіп бара жатқан бізде, яғни травматология бөлім болғандықтан жоспарлы түрде, шұғыл түрде операциялар болып жатады. Операцияға кетіп жатқан науқастарға сәттілік тілеп, келгеннен кейін хал жағдайын білгеннің өзі, ол бізге оларға мейірімділігімізді білгеніміз болып саналады. Әрине, тіпті өзіміз кішкене бір жеріміз ауырып, осындай ауруханаға түсер болсақ, сіз сияқты мейірімді жандардың жылулығына біз мұқтажбыз. Сондықтан сіз сияқты адамдардың еңбегі әрдайым жауапты және ұшан теңіз деп ойлаймын. Сізге көп рахмет. Сіздің берген сұхбатыңыз біздің көрермендерімізге өте қызықты және пайдалы болды деп сенеміз. Ал біз сіздің жұмысыңызға сәттілік тілейміз, еңбегіңіз жемісті болсын. Сау болыңыз. Олай болса, көрермен, біздің осы айдарымыз да өз мәресіне келіп жетті. Қош, сау болыңыздар.